Психологқа келген кезде көбіне күтіп отырады да. Ертең андай ажырас деп айт, әлде болмаса енемен отношения осындай айтып таста деген сияқты, тағы бір нәрсе деген сияқты әртүрлі нәрселерді күтіп отырады көп адам ше. И мынандай ғой, көбіне жауапкершілікті біреуге артқысы келеді. Мысалға сен айттың ғой, осындай айтқаннан кейін мен осылай істедім деген сияқты. Вдруг болмай қалса сен кінәлісің деген сияқты аяғында жауапкершілік біреуге арта салады. Ол дегеніміз өзімнің өміріме өзім жауапкершілік алып, өзім шешім қабылдай алмаймын деген. Психологтар, например, терапияға келеді, консультацияға келеді, бірақ ответственность сіз үшін алмайды, қолдан келгенін істейді, нәтиже тек қана Алладан. Бүгін бола салып, сіздер 30 жыл, 40 жылдық бүткіл травманы, бүткіл ненің бәрін бір-ақ күнде өзгерте салмайсыз. Бір-ақ күнде